Жігіттердің арасында сәнге қатты құмартатын талғамы жоғары кім? Сіз кім деп ойлайсыз? Изи. Иә. Екенсі бәрі біледі енді, бәрі біледі. Маған мәселесі айтқан, маған леопардовый плащ керек деп. Енді барлық балалардың талғамдары негізінен жақсы, бірақ көбінесе осы Изи қызғады. Мысалы, барлығы қыдырғанда, ұлдармен жүргенде магазинге кірейікші, Зараға кірейікші, Бершка. Соның барлығын қарап шығады. Ұнаса шопоголик соңғы ақшасын неге жұмсап жүреді киімге. Өте жақсы көреді. Эпатажный, розовый носки, футболки, леопард, мех, сондан бәрін өте қатты қызығады. Түсінікті. Жалпы жігіттер сәнге құмартады деп жатырмыз. Негізі шынайы өмірде олар көбінесе қандай киім киген көңілдері қалай? Балалар енді сахнадағыдай киінгісі келмейді, жарқын болып. Кәдімгі киім кие береді, жай футболка, джинсы, кепка, көбінесе бас киім киіп жүреді далада.